Британияның королевасы шақырып алып айтыпты. Равинді иудейлерден, христиандардан жаңа попты, мұсылмандардан жаңағы Шейхул Асқарды шақырып алыпты. Сол кісі айтты, енді үш пайғамбардың үмметісіңдер деген. Иудейлер сендер Мұсаның, христиандар сендер Исаның, ал мұсылмандар сендер Мұхаммедтің деп. Ал енді осы үшеуің қайсың бірінші жәннатқа кіресіңдер деп. Сонда сен жауап бер, мен жауап бер болып, ақырында кезек мұсылманның шейхына тіреді. Енді осы мұсылман жауап берсін, сосын біз көреміз дейді ғой. Сонда мұсылман айтыпты, егер мына иудейлер жәннатқа кіретін болса, біз жәннаттың төрінде отырамыз деген. Өйткені біз Исаны пайғамбар деп иман келтіріп қойдық деген. Ал енді мына христиандар жәннатқа кіретін болса, ол кезде де біз төрінде отырамыз депті. Өйткені біз Исаны пайғамбар деп иман келтіріп қойғанбыз депті. Ал енді мына мұсылман біз кіретін болсақ дегенде, мына екеуі кіре алмай қалады дегенде. Бұлар өйткені Мұхаммедтің пайғамбарлығына иман келтірген жоқ деген. Біз болсақ ұрсып кетуіміз мүмкін ғой. Бұлар қуат, адасқан деп, қандай қарапайым мысалмен жауап берген. Сол кісі бірде Европаға барғанда журналистер қоршап сұрақ қойыпты. Не үшін Алланың жаратқан бір жаратылысы ғой, қой, сиыр секілді, неге мұсылмандар шошқаның етін жемейді дегенде? Егер Құдай өзі жаратса, неге оған тыйым салған депті. Енді ол жаңағы Майда сүресінің 51-ші аятында ма келген деп айтса, оларға әсер етпейді. Не істеген? Маған бір жұма уақыт беріңдер деген. Содан не істеген? Эксперимент. Жаңағы бір 5-6 қойды қамап, қасына бір қошқарды қосып қойған, 5-6 ұрғашы торайды қамап, қасына бір еркек шошқасын қосып қойғанда, бір жұмадан кейін осы жерде кездесеміз, бәрің жиналыңдар депті. Содан кейін бір жұмадан кейін келгеннен кейін жаңағы жерде жаңа қошқарды бана қойларға бауыр басып қалған, сырттан қосымша қошқарды кіргізсе, анау сүзісіп жатыр дейді, уже қызғанып бауыр басып қалған дейді. Ал енді жаңағы торайларға кіргізген еркек торай қосымша сырттан бір торайды кіргізсе, жаңа еркегін кіргізсе, анау сол беті қызғаныш жоқ дейді, жатыр дейді, анау қуалап жүр дейді. Міне шошқа етін жеген адам осындай болады депті. Сондықтан Құдай бізге тыйым салып жатыр деп айтты. Сонда жаңағы біраз жаңағы сыми дейді ғой, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында жаңағы бізге жаңа қатты сөз айтты, ана мынау деп жаңағы кішкене әңгіме көтерілген екен сол кезде. Бірақ ол кісі сол не үшін тыйым салынғандығы туралы бізде қалай жеткізіп беріп отыр.